Адамзат тарихындағы ең қатыгез, ең көп адамның өмірін жалмаған себеп ол ауру болатын. Ежелгі Афина тұрғындары тіпті сол кездердегі жұқпалы аурулардан тұтас бір отбасымнан айырылып қалмайын деп қатты қорқатын еді, өйткені ол кезде ғылым білім дамымаған және сондай жұқпалы аурулардан емдеп жаза алмайтын еді. Ең есте қалған адамзат тарихындағы жұқпалы аурулардың бірі қара өлім деп келген ауру біздің жерден бастау алған еді. Орталық Азияның құрғақ мекендерінде өмір сүретін Yersinia pestis бактериясы тышқандар басқа да сондай жануарлар арқылы өте тез тарап, небәрі 20 жыл ішінде Атлант мұхиты жағалауларындағы елдерге дейін жеткен. Жай ғана осы аурудан 75-тен 200 миллионға дейін адам қаза тапқан. Евразияның 4-тен 1-і, Англияның 10-нан 4-і, Флоренцияның жартысы осы аурудан қаза тапты. Оған қоса тарихшылар Алтын Орданың түбіне жетуіне себепші болған оқиғалардың бірі ретінде қарастырады. Ол кездегі биліктегі адамдар еш нәрседе істей алмай қалды, өйткені бұның емі шынымен де жоқ еді. Бірақ қара өлім тарихтағы ең жан түршігерлік эпидемия емес еді. Ең сұмдық пандемиялар европалықтардың Америкаға, Юкатан түбектеріне қоныстана бастауымен басталды. Өздеріңіз білетіндей, Христофор Колумб Америкаға жол ашқаннан кейін еуропалықтар сонда қоныстана бастайды. Және құр келмей, Еуропадағы инфекцияларды өздерімен бірге әкеледі және жергілікті халық үндістерге жұқтыртады. Өйткені сол кездегі үндістер бұндай ауруларды көрмеген еді. Олардың ағзалары бұндай инфекцияларды кезіктірмеген үшін күресе алмай, ақыр соңында өте көп адам өледі, жай ғана инфекциядан. 5 наурызда 1520 жылы испандық флотилия Кубадан Мексикаға курс алып, соны бағындыруға аттанады. Кемеде 900 испан әскерлері бар болатын және бірнеше қара нәсілді құлдар бар еді. Сол құлдардың бірі Франциско Гия өзімен бірге өте қауіпті жүк ертіп келе жатты. Мүмкін ол сол кезде өзінің миллион жасушаларының арасында қара шешек вирусы барын білмегенде болар. Мексикаға келген кезде вирус өте қарқынды жылдамдықпен тарала бастады. Және 10 күн ішінде тұрақтаған қаласы аласапыран күйге түсті. Қаладан қашып жатқан адамдар қаладан қашық орналасқан елді мекендерге де тарата бастайды. Халық әбігерге түсті, олар не істерлерін білмеді. Әртүрлі шамандарға, бақсыларға жүгіне бастайды. 1520 жылдың қыркүйегінде Мексиканың шекарасына дейін жетті. Ал қазанда ацтектердің ұлы астанасы Теночтитланға жетті. Ол кезде Теночтитлан 250 мың тұрғыны бар үлкен мегаполис еді. Бірақ қара шешек 2 айдың ішінде қаланың 3-тен 1-ін өлтірді. Тіпті ацтектердің сол кездегі императоры Куитлауаканың өліміне себеп болды. Қараңызшы, испандықтар келмей тұрып Мексикада 22 миллион адам тұрған екен. Ал небәрі 7-8 айдан кейін 14 миллион адам ғана қалды. Сондағы себеп қара шешек вирусы. Ал 1580 жылы жер иелерінің 2 миллионы ғана қалды. 2 ғасырдан кейін атақты Джеймс Кук 18 қаңтар 1778 жылы Гавай аралдарын ашады. Бұлар келмей тұрғанда аралда 500 мың адам өмір сүріп жатқан еді. Оларда тіпті Еуропа мен Америкамен де байланыс болмады. Ал Джеймс Куктың командасы бұл аралға Еуропада көп таралған тұмау, туберкулез және сифилис вирустарын алып келеді. Арада 70-80 жыл өткенде жаңағы аралда 500 мың халықтан 70 мыңы ғана тірі қалады. Эпидемиялар тіпті 20 ғасырдың басында да ондаған миллион адамдардың өмірін жалмады. 1918 жылдары Франциядан соғыс кезінде белгісіз бір тұмау түрмен әскерлер ауыра бастады. Кейінірек испандық тұмау аталып кетті. Дәл осы испандық тұмау бірнеше ай ішінде, ойлап қараңызшы, бірнеше ай ішінде 500 миллиард халықты жұқтыртты. Сол кездегі әлем халқының 3-тен 1-і еді. Үндістанда халықтың 5% қырылды. Таити аралында 14%, Самоада 20%-ға жуық адам қырылып қалды. Жалпылай алғанда 50-ден 100 миллион адамға дейін қаза тапты. Соғыс кезінде 1914-1918 жылдарда 20 миллион адамға дейін өлім әкелді. Осындай 100-деген миллионға дейін қырып жоятын вирус пандемиялармен қатар адамзат тарихында қалыпты түрде үнемі болатын ауру түрлері болды. Ондайлармен көбінесе кішкентай балалар ауырды. Сондықтан көбінесе бұл ауру түрлерін балалар ауруы деп атайды. 20 ғасырдың басына дейін әр 3-ші бала бой жетпей жаңағы аурулардан қаза табатын. Көрдіңіз бе, 20 ғасырдың басына дейін адамзат кейбір вирустарға
қауқарсыз еді. Олармен не істерлерін білмеді және сондықтан да жүздеген миллион адамдарға дейін қаза тауып жатты. Бірақ біз адамзат тарихындағы ең алтын ғасырлардың бірінде өмір сүріп жатырмыз. 20 ғасырда кішкентай балалардың 3/1 қаза тауып жатса, қазір 5%-ға дейін қысқарттық. Бұл ғажайыптарға 20 ғасырдың медицинасының арқасында қол жеткізіп жатырмыз. Вакцина, антибиотик және дезинфекция сияқты жаңа нәрселер анау-мынау ауруларға қарсы тұруымызға мүмкіндік беруде. Бүкіл әлемдік вакцинация компаниясы 1979 жылы шешек ауруын жер бетінен жойып жіберді. Бұл адамзат жеңген ең алғашқы вирус болатын. 1967 жылы шешектен 15 миллион адам ауырып, оның 2 миллионы қаза табатын болса, 2014-те шешекпен ауыратын адам саны 0 деген санға жетті. Әр жылдары әртүрлі ауру түрлері шығып тұрады. Басында үлкен потенциалдық қауіп көрсеткенімен, қазіргі ғылым білім арқасында ол ауруларды жеңе алатын деңгейге дейін жеттік. 2002-2003-те атипикалық пневмонияға қарсы тұра алдық. 2005-те құс тұмауына, 2009-да шошқа тұмауына, 2014-те эболаға. Сонымен бүгінгі видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса, лайк қойыңыз, ұнамаса дизлайк қойыңыз. Және арнада бірінші болсаңыз, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Құрметті көрермендер, сіздер жаңа ғана адамзат тарихындағы ең жан түршігерлік эпидемиялар, пандемиялар туралы көрдіңіздер. Және келесі видеоға адам мәңгі өмір сүре ала ма деген тақырыпты таңдап отырмын. Егер осы видеода 500 лайк жиналса, келесі видео өте тез шығатын болады, өйткені ол өте қызықты тақырып. Мәңгі деген сөзді тырнақшаның ішінде алыңыздар, өйткені мәңгі еш нәрсе жоқ, оны мен де білемін. Мәңгі деген сөздің астарын келесі видеода айтатын болам. Сондықтан бүкіл желілерге, бүкіл туысқандарыңызға, бүкіл достарыңызға таратыңыздар, тезірек көрейік. 500 лайк тез жинап тастайық, өйткені 500 лайк аз лайк қой. Өзіңіз 1000 адам көретін болса, оның 2/1 лайк қоятын болса, 500 лайкты тез жинай аламыз. Сондықтан тезірек жинап тастайық. Адамзат мәңгі өмір сүре ала ма деген сұраққа жауап беріп көрейік.